Барлықтарыңа сәлем достар, желіде каз ММА әлем жаңалықтары және ой пікірлер. 2021 жылдың басты жаңалықтарының бірі достар. Жыл әлі басталмай, UFC жылдың ең мықты перформанстарын октагонға шығаруға дайын. Конор Макгрегор Дастин Пори ивенті жақындап қалды. UFC жыл таңдауын жасады. Кімдер екенін осы видеода білетін боласыздар. Хабиб қайтып келмейтін мәнелеп жеткізіп келе жатқан сияқты. Және үш ең мықты өзінің ойынша осы жеңіл салмақтағы жауынгерлер кім екенін айтты. Өткенде октагонда болған жаппай қақтығыстан соң Мага Исмаилов келесі жекпе-жегі қашан кіммен өткізетінін шешті. Ал видео басылмай тұрғанда ММА сүйер қауым арнаға міндетті түрде жазылыңыздар, үлпілеріңізді аямаңыздар және қандай тақырыпта сіздерге видео ұнайды, соны астына жаза кетіңіздер. Өмірінде жеңіліс көрмеген Хабиб Нурмагомедов жыл басталмай тұрғанда интервьюында жеңіл салмақта кім чемпион болады деген үш ең мықты жауынгердің есімін атап кетті. Оның сөзіне қайталайтын болсам, ол қазір ең қауіпті, ең мықты жауынгерлер олар Конор Макгрегор, Дастин Пори, Дастин Гейджи және өз командаласым бауырым Ислам Махачевті қосқым келеді деді. Ислам Махачев қазіргі таңда топ 10-ға әлі кірмейді, сондықтан да Конор мен Поринің ивентін жеңіп шыққан адам чемпиондық белдікке таласады деп интервьюында өз ойын айтып кетті. Ал Хабибтің нақты октагонға шыға-шықпасы, қайтып келесің ба деген сұраққа жауап әзірше жоқ. Бірақ 2 аптаның шамасында ағайындар барлық сұрақтарға жауап табамыз. Яс Айландта өтетін ивенттердің бірінде әрине. Мага Исмаилов өткенде ерегісіп төбелесіп қалған Минеевпен жекпе-жек өткізем деді. Неге деген сұраққа мен алдын Шлеменкамен октагонға шыққым келген еді. Я, ол мықты қарсылас, спорт жағынан да қарағанда маған ол тек алға қадам, карьерама өте маңызды жекпе-жек деп айтты. Бірақ мен қазір өткен сұрақтарға қайтқым келеді деді. Маған қазір керегі тек Минеев деп соңғы шешімін айтты. UFC өз номинацияларында ұтқан жауынгерлердің аттарын атады. 2020 жылдың басты жауынгері атағын алған Исраэль Адесanya достар. Қыздар арасында есе Аманда Нунес және Хорхе Масвидаль жылдың ең мықты прогрессивті жауынгер атағын алды. Оған қоса жылдың ең ауыр нокаутының иесі деген номинация жеңіп алды. Жылдың ең әдемі жекпе-жегі номинациясын алған ол Вейли Джанг пен Иоанна Эйджейчик жекпе-жегі. Жылдың ең үздік тренер атағын алған Тревор Уитман American Top Team есе 2020 жылдың ең үздік командасы номинациясын жеңіп алды. Және халық қаһарманы, халықтың чемпионы атағы жеткен жетістіктері жайлы Тони Фергюсонге берілді. Қалған мәліметтер достар UFC Fight Pass сайтында көре аласыздар. Ауырмаңыздар, қалаларыңызда ауа райы суық болып, тізеге дейін қар тұрса, мұңаймаңыздар, қалың киініп жүріңіздер. Келген жаңа жыл барлықтарыңыз үйіңізге тек бақыт, денсаулық, молшылық әкелсін. Сіздермен болған әдеттегідей каз ММА. Ертеңгі бір күні видеоларда жүздескенше сау саламатта жүрейік.